Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар? Біз бүгін Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Бірлесу еңбек ауылына келіп отырмыз. Бұл ауылға келген себебіміз Нұрбол жеке шаруашылығында ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өнеркәсіптік микробиология компаниясының биопрепараттары фитобацтерин және резовит тыңайтқыштарының жоңышқа дақылына қолданылған. Соның нәтижесін біліп сұхбат алуға келіп отырмыз. Ал Нұрбол мырза, сәлеметсіз ба? Саламатсыздар. Ал енді өзіңіз айтып кетсеңіз, міне сіздердің жоңышқа алқабында тұрмыз. Бізден препараттар алдыңыз, жаңағы фитобацтерин және резовит АКС деген. Соны қолдандыңыздар. Енді бірінші сұрақ, жаңағы өзіңіздің шаруашылық жайлы айтып кетсеңіз. Қандай шаруашылық, қандай бағытта жұмыс істейсіздер? Бізде осы шаруашылық 20 гектар егіс алқабы бар. Осында биыл 5,5 гектарге жоңышқа еккенбіз. 20 гектар жерлеріңіз бар? Иә. Оның 5,5 гектарына дедіңіз ба? Жоңышқа ектіңіздер. Қалған 15 ескі жоңышқа арпа бар. Неше жыл болды ол ескі жоңышқа? 9 жыл болып қалды. 9 жыл болып қалды. 9 жыл бойы сол жоңышқаны пайдаланып келе жатсыздар, да? И арпа болғанда сіздерде сонда ауыспалы егістік бар деп айтуға болады ма? Иә. Айтуға болады, да, ауыспалы егістік. Басқа қандай түрлерін, арпадан басқа қандай дақылдар егесіздер? Жүгері, қызылша. Жүгері. Солар ауысып келіп отырады. Иә. Жүгері, Ал енді мынау жоңышқа еккен себептеріңіз қандай мақсатта ектіңіздер бұл жоңышқаны? Сату мақсатында ма, жоқ, өздеріңіздің малдарыңыз бар ма, малды азықтандыру ретінде ма, сол жайлы айтсаңыз? Екі бағытта деп айтса да болады. Өзіміздің малдарға және сату бағытында да. Жекеше мал. Иә. Ол жекеше мал өздеріңізге ғана қолданады ма, жоқ әлде бордақылап, ет сатасыздар ма? Енді ондай кәсіби емес, енді жалпы ауылдың тұрғыны болған соң әр үйде бір қыста бір мал бордақыланады ғой. Түсінікті. Одан бөлек өрістегі малдарымыз бар деген сияқты. Мына жаңағы тек қана шөп дайындайсыздар да? Жоңышқадан. Иә. Шөп дайындайсыздар, сенаж, ондай салған жоқ. Ал енді біздің препаратқа келетін болсақ, резовит АКС препаратына, оны сіз қайдан естідіңіз? Осы препарат жайлы, сол жайлы айтсаңыз. Ол препарат YouTube каналынан қарап, жоңышқа жайында мағлұматтар іздестіріп, қарастырып отырып, Меркі ауданында шаруашылық бір кісі қолданылғаннан кейін өзінің шаруашылығына. Сонда көрдім жаңағы фитобацтерин жайында. YouTube канал арқылы? YouTube каналында, иә. Сол жақтан нөмірін тауып, хабарласып, препаратты алып қолдандық. Енді тұқымды осы өзі жергілікті тұқым? Жергілікті тұқым, иә. Сол Меркі ауданынан алған. Меркі ауданынан алған жергілікті тұқым. Ал енді сол препарат жайлы айтсаңыз, қалай қолдандыңыздар? Екі препарат қой, сол екі препарат қалай қолдандыңыздар, сол жайлы айтып кетіңізші. Ол препаратты жаңағы сіздер осы препаратты сатушы кісінің нұсқауымен барлық айтқан шарттарын сақтай отырып, технологиясымен, жаңағыдай көлеңкеде, күн түспейтін бөлмеде деген сияқты тұқым себілуге 6 сағат қалғанға дейін жаңағы өңдеп препаратты ұрықты тұқымды өңдедіңіздер, содан кейін бар сеялкамен септіңіздер. Бір ерекшелігі байқайтын мұның алдында жаңағы ескі жоңышқамыз бар деп жатыр қой. Иә. Ода бұндай не болмағанды. Шығыма? Бәрі бірдей тегіс шыққан жоқ ол кезде, да? Иә. Ол жерде потеря болған. Енді биыл егілген нәрседе 100% шыққан деп айтса болады. Өнім жерге тасталған ұрықтың бәрі шыққан деп айтса болады. Одан бөлек екпестен бұрын, 3-4 күн бұрын өзімізше жаңағы народный метод дейді ғой. Халықтың арасындағы әдіс бар. Әдіс. Оны қалай тексереді? Жаңа мақтаны сулап, сол мақтаға 10 дән ұрықты салып, күнде бір рет сулап жаңағыдай дымқылдандырып, ол бір 2 күнде ма, 3 күнде ма шығады.
комнатада. Комната температурада. Комната температура үйдің ішінде. Үйдің ішінде. Оның жаңағы шығымдылығын тексересіздер. Иә. 10 дәннен, значит, егер 9 өнім шықса 90%. Иә, сол. 7 өнім шықса 70%. Өздеріңіздің халық арасындағы әдіс ол. Мына гектарына неше килограмман септіңіз? 35-тен. 35-тен? 35-тен. Таза ғой, ешқандай басқа өніммен араластырмай таза өнім, таза септіңіз. Таза өнім. 35 көптеу емес па? Бір гектарға? Енді әркім әрқалай айтады. Алдында жаңағыдай айтып отырмын сізге 25-тен сепкенбіз. Ол өзінің несін берді да, былай айтқанда нәтижесін. Содын салып аз. Көңілдеріңізден шықпады. Көңілден шықпады, бір ауыз сөзбен айтқанда көңілден шықпады. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз мысалы да, мынау нені сепкен кезде барлығы бірдей шықты деп. Біздің жаңа препараттың да мақсаты сол ғой. Егер 25-тен бергеніңізде, соның мысалы 90%, 95% өніп шығатын еді. Сонда сіз тұқымнан экономия алатын едіңіз. Әлде қайда кәдімгідей тұқымнан экономия алатын едіңіз. Бір байқайтын жағдай, биыл жауын шашын мол болды. Бірақ ол жауын шашынды өткізіп алдық біз. Жерде топырақ шаңшы алатын кезде ектіңіз. Кешірек егілді. Қай айда ектіңіздер? Сәуір айының аяғында, 25-іне. Иә, ол өте кеш, себебі жауын шыққан ерте еді ғой. Иә. Сондықтан да соған қарамастан ұрық 100% шыққан. Неше рет суғардыңыздар? Бір мәрте. Неше рет орып алдыңыздар? Бір мәрте, екіншісіне дайындап. Екіншісіне дайындап аласыздар. Гектарына неше пресстен алдыңыздар? Гектарына 220-дан болды. 220-дан? Средний прибыль? Средний болды. Орташа көрсеткіш. Енді өздеріңіз сияқты шаруашылықтар бар. Соларға айтар бір ұсыныстарыңыз, кеңесіңіз бар ма? Иә, әрине осы препарат өзінің нәтижесін көрсетті. Фитобактерин, жаңағы ризобит. Бұл өнімді осы препаратты алатын кісілер болып жатса, еш өкінбейді. Алуына өз басым 100% кепілдік бере аламын.